Қалайсыздар? Көптен сабақ шықпай қалды. Кері басылайын деп отыр. Осы тоқтамастан жалғасатын болар деп ойлаймын. 45-ші сабаққа келдік біз. Сұрақтың екі түрі жайында, яғни subject жайында сұрау, немесе object жайында сұрау. Қараңыздар. Тақырыптың аты Who saw you, немесе Who did you see? Сильвия saw Paul. Сильвия Паулды көрді. Мына картинкаға қарайтын болсаңыздар, Сильвия Паулдың кетіп бара жатқанын қарап тұр. Сильвия saw Paul. Сильвия Паулды көрді. Who saw Paul? Кім көрді Паулды? Сильвия көрді. Сильвия saw him. Сильвия көрді оны. А егерде Сильвия кімді көрді дейтін болсақ, Who did Sylvia see? Who did Sylvia see деп сұрақ қойылады. Paul. She saw Paul. Paulды көрді. Енді түсіндірмесін қарап көрейік. Сильвия деген subject, яғни істеуші адам, көруші адам. А Paul деген object. Кімді көрді? Бұл етістік кімге түсті? Яғни көру деген етістік кімге түсті? Paulға түсті. Яғни Paulды көрді. Ол нәрсе object болады. Мысалы, I read a book дейтін болсақ, мен кітап оқыдым дейтін болсақ, I деген subject болады. Мен read a book, мен кітапты оқыдым. Сондықтан нені оқыдым? Кітапты. Етістік кітапқа түсіп тұр. Ол дейтін object болады. Осы нәрсені білу керексіздер. Сильвия saw Paul. Енді біз егерде subject жайында сұрайтын болсақ, яғни кім көрді деп, онда who деп бастап қоямыз. А егерде кімді көрді дейтін болсақ, object, онда who дейміз, бірақ басқаша түрде. Мұны қараңыздар. Егерде subject жайында сұрайтын болсақ, Paulды кім көрді дейтін болсақ, деп айтатын болсақ, who saw Paul дейміз. Просто somebody біреудің орнына who'ды қоямыз. Who saw Paul? Сильвия. Сильвия saw Paul. Сильвияны алып тастаймыз да who дейміз. Who saw Paul? Сол орысшада. Сильвия көрді Paulды, кім көрді Paulды деген сияқты. Сильвияның орнында кімді алып тастадық қой? Сильвияны алып тастадық қой, сол сияқты. Сильвия saw him. Сильвия оны көрді. Who деген мына жерде subject болып тұр. Яғни Сильвияның орнына болып тұр. Кім көргені? Кім? Көруші жайында. А Paul деген ол object. Яғни кімді? Paulды. Енді object сол Paulды сұрайтын болсақ. Сильвия saw somebody. Сильвия біреуді көрді. Мына жерде біріншісінде біреу Paulды көрді ғой. А мына жерде Сильвия біреуді көрді. Енді сол кімді көрді дейтін болсақ, who did Sylvia see? Мына жерде көмектескіш did деген не келеді? Сұрақ қоятын көмектескіш келеді. Who did Sylvia see? Сильвия кімді көрді? Paul. She saw Paul. Ол Paulды көрді. Who мына жерде object уже. Қараңыз, біріншісінде who деген subject болса, екіншісінде уже object. Sylvia is the subject. Ал Сильвия деген ол subject. Қазір мысалдармен түсінікті болар деп ойлаймын. In these questions, who, what is the subject? Мына сұрақтарда who, what деген ол subject, яғни істеуші, көруші, сол жайында. Who мен what сол жайында сұрақ болады. Мысалы, who lives in this house? Бұл үйде кім тұрады? Бұл оңай негізі. Бұл сұрақ бар ғой, рахат просто. Мысалы, he lives in this house. Ол бұл үйде тұрады. He алып тастайсыз да who дейсіз. Who lives in this house? Мысалы, Арман lives in this house. Арман бұл үйде тұрады. Арманды алып тастайсыз да who'ды қоясыз. Who lives in this house деген. I went to school. Мен, мысалы, I went to school. Мен мектепке бардым дейтін болсақ, who went to school? Кім мектепке барды? I get up early. Мен ерте тұрдым. Who get up early? Кім ерте тұрды? Просто subject орнын who мен өзгерте қоясыз. Бұл сұрақ жеңіл. Who lives in this house? Somebody lives in it. Біреу тұрады сонда. Who? Кім? Not who does live. Бұда біз who does live деп does'ды қоймаймыз. Subject болатын кезде есте болыңыз, does'ды қоймаймыз. Мысалы, сол сияқты who деген ол адамдарға болса, what деген заттарға. Мысалы, бір нәрсе болды. Что-то случилось. Бір нәрсе болды. What happened? Не нәрсе болды? What happened? Something
happened. Бір нәрсе болды. What? Не? What did happen деп айтпаймыз. What happened дейміз. Мысалы, what's happening? Не нәрсе болды? What is? What's? What is happening? Енді, мысалы, біреуде менің кілтім бар. Арман has got my key. Арманда менің кілтім бар. Мысалы, Азамат has got my key. Азаматта менің кілтім бар. Просто Азамат, Арман деген сөздің орнын алып тастаймыз да, who'ды қоя қоямыз. Who's got my key? Who has got my key? Кімде менің кілтім бар? Кілт таба алмайсыз. Who's got my key? Кімде менің кілтім? Енді екіншісі, in these questions, who, what is the object? Енді object, етістік соған түскен нәрселер. Мысалы, мен кітапты оқыдым деген кезде, кітапты оқыдым. Мен арманды көрдім дейтін болсақ, арманды көрдім. Осылар объекттер. Арман көрген жоқ, мен арманды көрдім. Кітап оқып жатқан жоқ, мен кітапты оқып жатырмын. Осы нәрселер объект, есте болсын. Енді олар қалай қойылады сұрақ? Олар дейтін who келеді, содан кейін did, a деген, was деген көмектескіш, сондай сұрақ қоятындар келеді, сөйтіп кетеді сұрақтар. Мысалы, who did you meet yesterday? Who did you meet yesterday? Сен кеше кімді кездестірдің? Who did you meet yesterday? Мысалы, егерде who meet you болатын болса, кім сені кездестірді? Бірақ сен кімді кездестірдің дейтін болсақ, who did you meet yesterday? You met somebody. Сен біреуді кездестірдің. Who? Кім ол? What did Paul say? Paul не айтты? Не нәрсе айтты? What? Paul said something. Paul бір нәрсе айтты. What? Не нәрсе айтты? What did Paul say? Paul не нәрсе айтты? Who are you phoning? Сен кімге звондап жатсың? Who are you phoning? Сен кімге звондап жатсың? Who? Кімге? Are you phoning? Сен звондап жатсың? Who? Кімге? Who are you phoning? What was Sylvia wearing? Сильвия не нәрсені киді? Во что была одета? Не нәрсені киді? Көйлек пе? Мысалы, шапка ма, очки ма? Не нәрсе киді? Айтатын болсақ, мысалы, Sylvia was wearing glasses. Мысалы, Сильвия очки киді. Sylvia was wearing something. Бір нәрсе киді. What was Sylvia wearing? Не нәрсе киді? Compare, салыстыр дейді. George likes oranges. George апельсин жақсы көреді. Who likes oranges? Кім жақсы көреді апельсинді? George. What does George like? George не нәрсені жақсы көреді? Oranges. Апельсинді жақсы көреді. Мына жерде who деген subject болып тұр. What деген object болып тұр. Jane won a new car. Jane жаңа машина ұтып алды. Who won a new car? Кім ұтып алды жаңа машинаны? Jane. Jane ұтып алды. What did Jane win? Jane не нәрсені ұтып алды? A new car. Жаңа машинаны ұтып алды. Көрдіңіздер ме? Егерде сіз нені, кімді деген, кімге деген нәрселер болса, онда what did, what are, what does деген сияқты кетеді. What is деп. А егерде кім subject жайында болатын болса, онда who немесе what. Солай кетеді. Who likes oranges? George likes oranges. Who won a new car? Jane won a new car. Енді use for people дейді. Who деген people'дарға қолданады, адамдарға. Use who for people, people'дарға қолдан дейді. Use what for things. Ал what дегенде нәрселерге қолдан дейді. Ideas, мысалы, идея, бір зат, сондай нәрселерге. Who is your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім? Кім? Who, міне. Ол деген адамдарға. Who is your favorite singer? А егерде нәрселер болса, what is your favorite song? Сенің сүйікті әнің қандай? Сенің сүйікті әнің қандай? Бұл сабақ, бұл ереже өте маңызды. Неге? Себебі бұл әрдайым кездесетін нәрсе. Сіз егерде тыңдай берумен бәлкім тыңдаған кезде түсінесіз, бірақ осы ережені қайта-қайта қолданып, қайта-қайта осыны бір дәптерге ерекше жазып қойып, мысалы, осы нәрсеге қайта-қайта қайтып тұру керек.
қайталап тұру керек, ұмытып қалмау үшін. Who деген егерде object болса қалай қоям, subject болса қалай қоям? Себебі ағылшын тілінде бұл ереже әрдайым келеді. Егерде ұнаған болса лайк басып қойыңыздар, жаңа көріп жатсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Сол осы сабақ кішкене тұрып қалды, маған адамдар жазды. Көп емес, бірақ жазғандар болды. 45-ші сабақ қашан шығады, 45-ші сабақ қашан шығады деп, сол біреулер қарап жатыр, ұнап жатыр. Дегенсін ары қарай жазуға бір маған бұл талпыныс болды да. Енді барынша тырысамын енді толықтай бітіріп тастауға. Лайк басып қойыңыздар, қолдап қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Егерде бір түсініксіз сұрақтар болса, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады комментарийға астына.